Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай керемет, өте жұмсақ, сүттен жасалатын панкейкті көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Жұмыртқаның сарысына 60 грамм шекерімізді қосып араластырамыз. Үстіне 40 грамм май қосамыз. Немесе 3 ас қасық май араластырып, осылай жайлап араластырамыз. Одан соң жылы 200 грамм сүт құямыз. Үстіне 220 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Екі жұмыртқамыздың ағын үстіне кішкене тұз салып, жақсылап аппақ болғанша араластырып аламыз. Міне осылай аппақ болады. Сосын 2 массамызды бір-біріне қосамыз. Ең маңызды жері осы. Массаны қосқан кезде осылай бір бағытта араластырыңыздар. Сол кезде панкейктеріңіз өте воздушный болып, әдемі болып шығады. Бұның өзіндік секреті сода. Видеоға қарап отырыңыздар, мұқият. Бір бағытта араластырамыз. Сол кезде көтеріліп, әдемі болып піседі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, массамыздан да көрініп тұр, өте керемет көтеріліп тұрғаны. Негізі барлық осы маңызды жері осы. Белокты қосқан кезде бір бағытта былғап араластырыңыздар. Міне табамызды отқа қойып қыздырып алып, шайлап осылай саласыздар. Осылай салып болған соң, бетін қақпақпен жауып қарап тұрамыз. Өзі үстері тесік-тесік болып дайын болғаны белгілі болады, көтерілгені. Сосын екінші бетіне аударамыз. Міне дайын болды, өте керемет, әдемі көтерілген. Міне осылай дайын болған панкейктеріңізге мед құйсаңыздар да болады. Өздеріңіз не қаласаңыздар соны құйып, жесеңіздер өте керемет дәмді шығады. Ас болсын. Міне панкейкіміз дайын. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.